Сәлем достар, саламатсыздар, құрметті менің оқырмандарым. Бүгінгі біздің сабағымызға қош келіпсіздер. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Python интерпретаторы және оны қолдану туралы айтатын боламыз. Жалпы интерпретатор дегеніміз не және оны қалай қолданамыз? Сол туралы түсінік беріп алайық. Алдымен интерпретатор туралы түсінікті қарастырып көрейік. Жалпы адамның ойлау жүйесі және компьютердің орындалу жүйесі бұл екеуі екі бөлек әлем. Яғни екеуінің арасында үлкен айырмашылық бар. Біздің мақсатымыз біздің ойымыздағы нәрсені компьютерге команда түрінде жеткізу. Яғни осы аралықта біздің ойымызды компьютерге ауыстыруымыз керек. Яғни белгілі бір өзгерістерге ұшыратуымыз керек. Бұл адамның ойлау жүйесі мен компьютердің орындалу жүйесі арасындағы айырмашылық біраз қиындықтар туғызады. Сол үшін бізде программалау тілдері ойлап табылған. Яғни программалау тілдері бізде өте көп. Бұлардың айырмашылықтары адамның ойлау жүйесіне қаншалықты жақын, немесе компьютердің орындалу жүйесіне қаншалықты жақын, соған байланысты. Енді салыстырмалы түрде мынандай бір диаграмма сызып көрейік. Компьютердің ойлау немесе орындалу жүйесіне өте жақын тілдерді бір топтастырып көрейік. Екінші бір тілдерді қарастырып көрейік. Компьютердің орындалу жүйесінен алыстау, бірақ адамның жүйесіне де жақын емес. Яғни адамның ойлау жүйесіне де жақын емес. Және үшінші бір тілдерді қарастырып көрейік. Бұлар адамның ойлау жүйесіне өте жақынырақ. Адамның ойлау бір стиліне жақынырақ. Адам оны көбірек түсінеді, бірақ компьютер оны мүлдем түсінбейді. Компьютердің орындалу жүйесінен мүлдем алыс. Ассемблер деген тіл бар. Бұл процессордың, яғни компьютердің командасына, немесе компьютердің орындалу жүйесіне өте жақын тілдердің бірі. Бұл ассемблер тілі. Келесі бір тілдер бар, C, C++ секілді тілдер бар. Бұлар ортада тілдер, немесе адамның ойлау жүйесіне де алыс, компьютердің орындалу жүйесіне де алыс деп қарастырып көрейік. Және үшінші бір сатыдағы тілдер бар. Бұл бізде JavaScript, Python секілді тілдер. Мысалы, біздің оқып жатқан программа тіліміз Python, бұл адамның ойлау жүйесіне өте жақын тіл. Сол үшін Python тілі бізге өте жеңіл. Алдыңғы бір видео сабақтарда бір Hello World деген сөзді шығару үшін әртүрлі программа тілдерде жазылған кодтарды көрсеттім. Естеріңізде болса, ассемблерде Hello World деген сөзді жазу үшін біз бірнеше қатардан тұратын код жазуға тура келді. Себебі процессор солай жұмыс жасайды. И ол процессордың тіліне барынша жақын. C++ тілі ассемблермен салыстырғанда азырақ болды, ал Python бір қатардан тұрды. Hello World деген сөзді шығара қойды, болды. Print Hello World деген команданы жазды, болды. Яғни бұл адамның ойлау жүйесіне, адамға қолдануға ыңғайлы тілдердің бірі. Бірақ есесіне процессордың командасына өте алыс тілдердің біріне жатады. Енді бізге қайтпек керек. Біздің ойлау жүйемізге және программаның компьютердің орындалу жүйесі арасында үлкен айырмашылық бар. Біздегі ойымызды процессордың командасына айналдыру үшін бізге бір аудармашы керек. Оның жалпы атауы транслятор деп аталады. Яғни бізде мысалы белгілі бір программа кодын жаздық. Бұл программа коды бізде тек адамға түсінікті. Мысалы C++ көріп тұрсыздар, бұл компьютердің де алыс, адамнан да алыс. Белгілі бір мәтіндік редакторде, яғни кез келген бір текст редакторды ашамыз да, программа кодын жазамыз. Белгілі бір таңдап алған тілдің синтаксисіне сәйкес. Мысалы, мына жерде C++ тілі көрсетілген. Енді біздің мақсатымыз осы жазылған кодты машинаның кодына, яғни процессордың командасына айналдыруымыз керек. А процессордың командасы бізде тек екілік жүйеде жұмыс жасайды. 1, 0, 1 деген секілді сандардан құралған командалар. Біздің мақсатымыз
біздің ойымызға, біздің ойлау қабілетімізге жақын тілде, яғни аралық тілде программа кодын жазып, оны машина кодына айналдыру. Осы жерде бізде транслятор деген нәрсе, яғни аудармашы программа қажет болады. Бұлар бөлек программа. Бұлардың мақсаты біздің жазған кодымызды машина кодына айналдыру. Үлкен екі топқа бөліп қарастырамыз. Компилятор деген түрлер бар, және интерпретатор деген түрі бар. Алдын ала айтып өтейін, біз өтіп жатқан Python тілі бұл интерпретатор тілге жатады. Бірақ қысқаша мәлімет болсын, ақпарат болсын, компиляторында не екенін түсіндіріп өтейін. Қысқаша ғана. Мысалы, компилятор тіліне C++ тілдері компилятор тілге жатады. Компилятор тілі қалай жұмыс жасайды? Біз белгілі бір программа кодын жазамыз. Яғни мынау біздің программа коды. Оны біз компилятор немесе интерпретатор деп аталатын арнайы программаға береміз. Ол программаның мақсаты яғни бізге түсінікті тілде жазылған кодты машина кодына аудару. Ал компилятор және интерпретаторды бөліп қарастыратынымыз екеуі аударманы екі түрде жасайды. Яғни компилятор бұл жерде біздің жазған кодымызды алып алады, әбден анализ жасайды, тексереді, әбден оптимальный бізге машина кодына ыңғайлы қылып жасап береді. Ал интерпретатор бұл жерде сурпереводчик секілді, яғни бірден аударады. Бізден программа кодын алады да, бірден аударып машина кодына айналдырып береді. Яғни бұл жерде енді оптимизация мәселесіне, талдау мәселесіне келген кезде бұл интерпретатор аздап бір кемшіліктері бар. Давайте біртіндеп қарастырып көрейік. Компилятор былай шыққан кезде біздің берген машина кодымызды, яғни біз жазып берген машина кодты оқиды, оны машина кодына аударады. Яғни 0,1,1,0 тегілді кодқа айналдырады. Тек процессор ғана түсінеді оны. Кейде қысқартып айта салуға болады, exe файл деп айтамыз, біз. Былай шыққан кезде exe файл дайындап береді. Exe файл сол как раз бізде машина коды. Біз сол exe файлды аламыз да, мысалы, компьютерге қосамыз. Мысалы, сіз Microsoft Word'ты қосқан кезде, бұл exe файл. Қандай да бір плеерді қосатын болсаңыз, мысалы, белгілі бір ұнайтын киноңызды, ұнайтын бір музыкаңызды қосатын программа сізде орнатылған шығар компьютеріңізде. Соны басқан кезде, ол да exe файл болып саналады. Яғни, уже ол дайын код. Енді интерпретаторға келейік. Интерпретатор біздің кодымызды алады да бірден орындайды. Яғни ол жерде ешқандай бір exe файл я дайын код жоқ. Біздің кодымызды, яғни шикі кодымызды алады да бірден машинаға орындауға тапсырма береді. Мына компилятор, интерпретатор деген арасында айырмашылық осында. Енді компилятордың жұмыс істеу сатысымен танысып көрейік. Біз программа кодын жазамыз. Кез келген бір текстовый редакторда, мәтіндік редакторды аламыз да, сол тілдің синтаксисіне сәйкес программаларды жазамыз. Келесі сатысы біз оны компиляторға береміз. Бірақ компилятордың алдында препроцессор деген бір компоненті бар. Ол біздің программа кодын оқиды да компиляторға дайындайды. Яғни препроцессордың мақсаты бұл компиляторға дайындау. Яғни препроцессор сатысында қосымша программа кодтарын қосады. Яғни біз белгілі бір программамызда белгілі бір дайын функцияны қолданған болсақ, демек сол функцияның қалай қолдану керек, оның тәртібі қандай, ол қай жерде орналасқан, тағы басқа қосымша ақпараттардың бәрін компиляторға жетпес бұрын біздің программа кодына өзгеріс жасап дайындап береді. Одан ары біз компилятор біздің кодымызды алады да ассемблер кодын жасап береді. Ассемблер коды білесіздер процессорға ең жақын код. Ары қарап ассемблердің компиляторы іске қосылып, бізде машина коды пайда болады. Машина коды линкер немесе компоновщик деп атайды. Линкер деген инструмент одан ары іске жүзеге асып, басқа да машина кодтармен біріктіріп, бізге уже орындалатын дайын кодтар жасап береді. Exe файл деген как раз осы орындаушы код. Executable, яғни орындалатын код. Сіздер мысалы жаңағы Microsoft Word, Excel секілді программаларыңыз, тағы басқа да
компьютерде орнатылған программалардың көбісі осы орындаушы код болып саналады. Ары қарап біз не істейміз? Кез келген операциялық жүйеде сол орындаушы кодты қосамыз. И біздің программамыз орындалады, жұмыс жасайды. Бұл компилятор тілдерінің ерекшелігі. Енді интерпретатор тілдерге келейік. Біздің Python программалау тілі как раз интерпретатор тілге жатады. Яғни интерпретатор, тағы ескертіп өтейін, біздің жазған кодымызды бірден машинаға орындауға жібереді. Яғни машинаға процессор команда түрінде жібереді. Бірден программа кодын оқиды да процессорге орындауға пәрмен береді. Яғни бұл жерде қалай жұмыс жасаймыз? Яғни кез келген бір мәтіндік редакторды аламыз. Сол жерде программа кодын жазамыз. Әрине Python тілінде. Сөйтіп ол файлды сақтап қоямыз. Мысалы hello.py. Потом бұл кодты біз интерпретаторға жеткіземіз. Яғни интерпретатор деген отдельно ол программа. Сол программа біздің кодымызды оқиды. Яғни біздің файлымыздың ішіндегі кодты оқиды. Және оны бірден процессорге орындауға тапсырма береді. Арасында ешқандай бір машиналық код, орындаушы код деген нәрсе жоқ. Бірден орындайды. Бұл интерпретатордың ерекшеліктері. Яғни интерпретатор сәл ішкі механизм ашық қарайтын болсақ, біздің кодымызды алады, мысалы source код, яғни біздің программа кодымызды алады. Интерпретатордың ішінде өзінің компоненттері бар. Бірінші сатысы бұл компилятор. Компилятор алады да байт кодқа айналдырады. Яғни бұл жерде мынандай ерекшелік бар, қараңыздар. Мынау компилятордан айырмашылығы бар. Бұл компилятор не істейді? Машина кодын шығарады. Яғни ол процессорға арналған код шығарады. Ал Pythonда бұл виртуальды машинаға арнап шығарады. Яғни интерпретатордың ішінде өзінің бір виртуальный машинасы бар. Бұл жай программа. Яғни ол программа біздің операциялық жүйемен байланысқан. Яғни біздің кодымызды компилятор не істейді? Виртуальный машинаға арналған байт кодты жасап береді. Яғни байт код былайша айтқан кезде виртуальный машина ыңғайлы, түсінікті, виртуальный машинаға бір бейімделген аралық тілі. Арап біздің виртуальный машина басқа да өзінің қосымша кітапханада дайын басқа да байт кодтарды біріктіру арқылы машина команданы орындауға пәрмен береді. Яғни интерпретатор былайша айтқан қысқаша ішкі механизмі осылай жүзеге асады. Енді келесі сұрақ туындайды. Біз енді оны қалай қолданамыз? Біз Pythonды орнатқан кезде біз негізінен сол Python интерпретаторын орнаттық. Және қосымша дайын кітапханалар, қосымша инструменттерді қоса орнаттық. Бірақ негізінен бізде Python интерпретаторын орнаттық. Бізде Python деп айтқан кезде біз екі нәрсені қарастыруымыз керек. Python деген бұл программа тілі, ол бір. Екіншісі Python деген бұл интерпретаторның аты. Яғни біздің жазған кодымызды машина кодына аударатын транслятордың аты. Енді бұны қолданудың екі режимі бар. Бірінші режим бұл REPL режим деп атайды, REPL мод. Бұл былайша айтқан кезде интерактивті режим. Яғни біз программа кодын тікелей байланыстыра отырып жасаймыз. Мысалы, бір программа кодын ашып көрейік. Python idle деп жазып көрейік. Сіздер Python'да Windows орнатқан болсаңыздар, idle деген инструмент бірге орнатылады. Бұл бізде интерактивті режимде жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Яғни REPL мод. Қазір REPL деген сөзді түсіндірем, ол мағынасы не екенін. Қараңыздар. Мысалы, 2 қосу 2. Біз қазір Python тілінде команда жазып жатырмыз. Мысалы 4. 2 мысалы көбейту 8. 2 мысалы 10 дәрежесі. Ол 2-ның 10 дәрежесі. 24. Немесе А деген айнымалы құрып жатырмыз. А қосу мысалы 45, 57. Яғни біз қазір Python тілінде программа кодын жазып жатырмыз. Бұл қазір біз Python тілінде жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ бұл REPL режим деп аталады, немесе интерактивті режим деп аталады. Біз мынау Python тілінде, яғни Python тіліне сәйкес командаларды енгіземіз. Ал интерпретатор оны оқып бірден орындауда.
немесе тағы бір мысал келтірейін. Иә, белгілі бір команданы ашайық. Python деп интерпретаторның атын тереміз. Бізге интерпретатор іске қосылады. Мына жерге мән бермей қойыңыздар, менде көптеген сообщение шықты, сіздерде шықпау керек. Мысалы 2 қосу 2 команданы, Python тіліндегі команданы жаздық, и ол бірден орындайды. Print мысалы 5 көбейту 6 бірден орындап тұр. Яғни осы REPL режим деген осы, REPL мод деген. Бұның ерекшелігі неде? Яғни REPL деген сөз бұл read, evaluate, print, loop деген сөздерін қысқартып алынған. Яғни акроним сөз. Яғни read деген қандай мағына береді? Біз команданы, яғни Python тілінде команда жазамыз. Яғни Python тілінде оператор жазамыз, немесе инструкция жазамыз. Бір арнайы программа оны не істейді? Оны оқиды. Одан кейін біз жазған инструкцияны орындайды. Нәтижесін сол жерге экранға шығарады. Және келесі команданы енгізуді сұрайды. Және бұл процесс қайталана береді. Яғни REPL режим деген осы. Естеріңізде болса, бізде Python программалауда қалай жұмыс істейтін механизмін былай көрсеткенбіз. Бізде белгілі бір мәтінді редакторды ашамыз, ішіне Python тілінің кодын жазамыз, оны сақтаймыз. Потом ол сақтаған файлды интерпретаторға оқуға мүмкіндік береміз. Арғап интерпретатор біздің кодымызды оқиды да, орындап, нәтижесін шығарады. Негізі бұл REPL режимде тура осы схема жұмыс істеп тұр. Бірақ азда бір ерекшелігі бар. Яғни біз не істейміз? Қолданушы REPL режимді қосады да белгілі бір команданы енгізеді. Python тіліндегі команданы енгізеді. Еді сол REPL программа не істейді? Біздің енгізген кодымызды өзінің ішінде дайын бір файл бар. Сол файлға салады. Потом ол файлды, яғни белгілі бір аты бар ол файлдың. Мен id101.py деп белгіледім. Ол маңызды емес. Белгілі бір файлға салады. Потом ол файлды интерпретаторға береді. Интерпретатор ол команданы орындайды, шыққан нәтижені қайтарады. Ал REPL программа не істейді? Ол шыққан программаны қайтадан клиентке көрсетеді. Яғни REPL программа деген сөз былайша айтқан кезде Python интерпретаторын қолдану ыңғайлы болу үшін арнайы құрылған программа. Яғни бұны REPL режим деп атайды, REPL мод. На самом деле ішкі механизм осылай жұмыс жасап. Немесе кәдімгі белгілі бір инструментті қолдануға болады. IDE деген сөз Integrated Development Environment, яғни программа құрудың ортасы, біріктірілген ортасы. Integrated Development Environment. Мысалы, дайын бір инструменттер бар. PyCharm, Visual Studio, немесе Visual Studio Code, Sublime, Jupyter, тағы да басқа өте көп инструменттер бар. Бұл жерде жұмыс істеу механизмі алдыңғы схема өте жақын. Яғни мына схемаға келеді. Белгілі бір редакторды ашамыз, программа кодын тереміз, оны белгілі бір атпен сақтаймыз, және интерпретаторға осы файлды оқуға мүмкіндік береміз. Арғы ол интерпретатор орындайды, нәтижесінде белгілі бір ақпаратты шығарып береді. Яғни REPL модтың айырмашылығы осында екен. Яғни бізді қолданудың осындай екі жолын таңдасақ болады. Енді біз өзіміздің курсымызда оқу барысында REPL режимді де қолданамыз, және IDE режимді де қолданамыз. REPL режимі көп жағдайда бізге белгілі бір нәрсені жылдам тексеруге мүмкіндік береді. IDE жүйелері бұл көбінесе үлкен программаларды құруға мүмкіндік береді. Енді қараңыздар, кейбір инструменттер бар. Jupyter деген инструмент бар. Jupyter деген инструмент REPL режимін және IDE режимін екеуін біріктіруге тырыстырған. Яғни Jupyter REPL режимді жұмыс жасайды, бірақ IDE режиміндегі артықшылықтарды пайдаланған. Сондықтан мен сіздерде сабақ барысында көп жағдайда осы Jupyter инструментті пайдаланамын. Jupyter деген ол үлкен проект, онда да көптеген программалар бар. Енді мен Jupyterді Visual Studio Codeпен екеуін біріктіремін. Және оны қалай орнату керек екенін
келесі сабақтарда, видео сабақтарда көрсетемін. Яғни Jupyter'де, негізі Jupyter бұл браузерде жұмыс жасайды. Ал мен оны Visual Studio Code'да біріктіріп жасаймын. Сонда бізде Visual Studio Code'да IDE режимде жұмыс жасауға болады, және қалаған уақытта REPL режимде жұмыс жасауға болады. Яғни бір инструменттің көлемінде біз екі режимде жұмыс жасай аламыз. Мысалы, біреулер idle'мен жұмыс жасайды. Бұл жерде мына қараңыздар, бұл REPL режимі. Ал егер файл, new file деп ашып, мына жерде белгілі бір программа кодын жазып болсаңыздар, мысалы Python тілінде. Мысалы, мынау бізде уже IDE режим, яғни кәдімгі мәтіндік редакторда аштық. Python тілінде белгілі бір кодты жаздық. Енді оны орындау үшін не істейміз? Оны сақтаймыз. Бір жерге сақтайық. Маңызды емес. Давайте загрузки деген жерге сақтай салайық. Test dislike test нүкте py. Мұны сақтадық. Енді бұны іске қосу үшін біз не істейміз? Яғни интерпретаторға беру үшін run module деген басамыз. Яғни бұл инструмент не істейді? Интерпретатор шақырады, және біздің сақтаған файлымызда сол интерпретатор оқуға мүмкіндік береді. Сонда біздің программамыз орындалды. Яғни мынау idle shell'да не істеп тұр? Бізде REPL режимде жұмыс жасауға мүмкіндік береді, және IDE немесе файлдық режимде де жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Біздің Jupyter және Visual Studio Code'да сондай мүмкіндіктерді қарастырған. Жалпы мынау idle shell толыққанды жұмыс істеуге ыңғайсыздау. Сондықтан мен Jupyter және Visual Studio Code'ды қолданатын боламыз. Жақсы, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Кездескенше аман болыңыздар, сау болыңыздар.